Нұрдәулет бізде жаңа қатысушы. Қош келдіңіз. Перизат, енді бұл ренжімессіз сізге жасалған кішігірім пранк. Ал бірақ негізі бізде Нұрдәулет өзінің бағын іздеймін, жұбымды іздеймін деп жобамызға қатысушы ретінде келді. Сол пранкқа кешірім ретінде сразу гүлді ала келгенмін ғой. Бірден алдын ала кешірім сұрақ қойын дедіңіз. Бірден. Рахмет. Жақсы, олай болса Перизат жайғасыңыз. Жамандамай жүр, Біліп қойдық, сіз жайлы не айтқанын. Ал, Нұрдәулет, қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Өте күшті балауса ханым. Көңіл-күй? Көңіл-күй супер ғой. Есімім Нұрдәулет, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жақсылық ауылында дүниеге келген 1999 жылы 22 июнь. Өзім спортпен айналысам, ән жазам, өлең айтам, текст жазам, бизнеспен айналысам. Аллаға шүкір, солар Алланың бойыма берген дарындарымен жетістіктерге жетіп жатырмын. Осы жақында ғана көлік алдым, енді баспанаға әрекет етіп жатырмыз. Өте дұрыс. Ниетіңіз, тілегіңіз барлығы орындалсын. Ал отбасыңызда жаңағыдай ма? 2 баласыздар, дұрыс па? Жоқ, негізінде жетеуміз ғой негізі. Мен сеніп отырмын, негізі үйде жетеусіздер, жетеуміз. Ал сіз кішісіз, үлкенсіз? Мен үлкенімін. Үлкенсіз. Жауапкершіліктің бәрі менің мойнымда. Аллаға шүкір, өздеріңіз білесіздер, неше түрлі сынақтар болды басымда. Ол ажырасудан бөлек те оның алдында неше түрлі сынақтар көріп келе жатырмық, Аллаға шүкір, Құдайға. Енді отбасыңыз әрине жігіт болғаннан кейін әртүрлі қиындықтар болуы мүмкін, әрине барлығын еңсеру керек. Бірақ енді отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз де болады, себебі білмейтін жандар болса. Отбасым қарындастарыңыз, інілеріңіз, ауылда тұрады, жаңағы Жақсылық ауылында. Әкем, анам, бауырларым, егіз бар, біреу қыз, біреу бала, бір кішкентайымыз бар. Үлкен қарындасым осы Алматыда жұмыс істейді. Сұрамасқа болмас, сіздің қарым-қатынасыңыз енді нақты ресми түрде сіздер Аида екеуіңіз ажырасып кеттіңіздер ғой? Ресми түрде ажырастық. Діни де, заң бойынша да. Ал ажырасқаныңызға қанша уақыт болды? Негізінде бірге тұрып атқан жоқпыз, 8 ай болды. 7-8 ай болды. Ал ресми түрде жақында ажырастыңыздар, солай ма? Ресми түрде жақында ажырастық. Келді, барып ЗАГСке қол қойып, как положено. Екеуміз екі жаққа кеттік, ешқандай ішімізде реніш қалған жоқ. Бір-бірімізді негізі толығымен дұрыстап жібердік бір-бірімізді. Енді Нұрдәулет, талап қандай болады қыздарға? Талап негізінде іштей қатты талаптарым өсіп кетті негізі. Өсіп кеткенде андай бір қаталдау болып кеттім ба? Неге? Талапқа келгенде айтсам ба, айтпай қойсам ба? Айтыңыз ертең. Келе берсін ба деп тұрмын да. Қыздар беті қайтып қалса бір жағынан, содан қорқып тұрсыз ғой. Сол ғой. Бірақ дегенмен қорықпаңыз, қалай бар солай айтыңыз. Бағыңыз болса келер жолға. Талаптарым нақты қазақ. Енді жаман ұлт болмайды, балауса ханым. Ол не емес. Әрине. Қазақ болсын, и потом 18 бен 20 аралығы. 18 бен 20? Мәссаған. Маған полный бойын сынатын, айтқанымнан шықпайтын. Енді мен андай бір не емеспін, абьюзер емеспін. Балауса ханым, өздеріңіз білесіздер ғой, бауырларым бәрі біледі мен мінезім қандай екенінше. Сыйлағанның құлы бол дейді ғой. Мен қыз баласын өте қатты сыйлай алатын адаммын. Өйткені өзім қарындастарым да бүйтіп комментарий жазады маған елдер, саған өзің ағаң сияқты ер азамат бұйырсын деп жазады да. Сол кезде мен қарындасым әмин дейді. Әмин бұйырсыншы, мен ағам сияқты жігіт маған бұйырсын деп айтады да. Менің айналамдағылар, менің жақындарым барлығы маған деген көзқарасы, қамқоршы аға ретінде, жақсы дос ретінде білет деп айтып жатсыз ғой. Түсінікті. Еркекті бастысы сыйлай алатын болса, и бірге, барлығына бірге жетеміз дейтін адам болса, ол адам үшін өмірімді беруге дайынмын ғой мен. Ал енді сыртқа келбетіне байланысты. Сырт келбеті енді Қандай? Ол обязательно ғой. Мысалы айтсаңызшы, бой ұзын немесе орташа, сізден кіші болу керек па? Айтайын ба, примерно? Айтыңыз. Бізде аяққа қарайтын жігіттер бар мысалы. Аяққа қарайтын? Түзу болу керек деп. Бойы енді сәл ұзындау болса да болады, менен бірдей болса да болады, менен сәл қысқа болса болады.
енді толық емес, қатты арық емес, орташа, түрі әдемі. Сондай талаптар. Бекзат, бізге де сондай керек деп жатыр. Көп нәрсе сұрап жатқан жоқпыз дейсіз. Иә. Сол бауырсақан что-то мен андай ауыр айтып жатқан сияқтымын андайшы. Менің талаптарым сондай болып кетті меніңше қазір. Жоқ, талаптарыңызды түсіндік, бірақ жас айырмашылығы енді тым ажыраспаған болу керек еще. Иә, ажыраспаған, баласы жоқ.